Тұлғаға бағытталған тәсіл, білім беру үдерісінде оқушының жеке қабілеті, қызығушылығы, қажеттілігі мен мүмкіндіктерін басты орынға қоятын педагогикалық бағыт. Бұл тәсілде оқушы дайын білімді қабылдаушы ғана емес, өз білімін өзі құрастыратын белсенді тұлға ретінде қарастырылады. Мұғалімнің негізгі рөлі бағыт беруші, қолдаушы және ынталандырушы. Ол әр оқушының жеке ерекшелігін ескеріп, оқу әрекетін соған сәйкес ұйымдастырады. Сабақ барысында оқушылардың еркін ойлауына, таңдау жасауына, шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасалады. Тұлғаға бағытталған тәсіл оқушының өзіне деген сенімін арттырады, жауапкершілігін дамытады және өмірлік маңызды құзыреттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Тұлғаға бағытталған тәсіл қазіргі білім берудің ең маңызды бағыттарының бірі. Ол әрбір оқушыны жеке тұлға ретінде дамытып, оның қабілеті мен қызығушылығын ескеруге мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл арқылы білім беру тек ақпарат беру емес, оқушыны өмірге бейімдеу, өз ойын еркін жеткізе алатын, жауапкершілігі жоғары тұлға қалыптастыруға бағытталады. Сондықтан тұлғаға бағытталған оқыту, сапалы білімнің және табысты болашақтың негізі болып табылады.